Ол пайғамбар болғандықтан жомарт болған шығар. Алланың елшісі ғой, оған уахи түсіп тұрған шығар. Біз енді пайғамбар емеспіз ғой дейтін болсақ, ғұлама айтады, жақсы, пайғамбар емеспіз біз, онда сахабалар біз секілді адамдар ғой дейді. Сахабалар біздерге өнеге жол тастап кетті. Сахабалар. Шынымен, жаңа сұрағыңыз бойынша, егер мен өзгемен бөлісетін болсам, кедей болып қаламын, тағы басқа болып қаламын дейтін болса, сахабалар оны дәлелдеп берді, кедей болып қалмайтынымды. Алла үшін деп Меккеден Мединеге хижрет қылған сахабаларды көрдік. Соның ішіндегі ең үлкен бай ол Абдурахман ибн Ауф. Хазіретіне ғұлама айтып жатыр, Абдурахман ибн Ауф секілді әлі бай дүниеге келген жоқ деп жатыр. Абдурахман ибн Ауф секілді қазір өмірде ондай миллионер, ондай миллиардер жоқ әлі ондай. Меккедегі ең үлкен байдың бірі Абдурахман Ауф еді. Бірақ Құдай үшін деп сол дүниесін бәрін тастады, соларға мүшриктерге тастап кетті. Сөйтіп пайғамбармен ілесіп, ол Мединеге хижрет жасаған адам еді. Мединеге барған кезде сол Мединедегі адамдар оған қамқорлық жасап, осындай қайырымдылық жасап, бауырым, 2 бақшам бар, біреуін саған берейін, 2 әйелім бар, қаласаң біреуін талақ жасап саған айлық берем дегенде, Абдурахман Ауф, бауырым, рахмет, әйелің өзіңе бұйырсын, бақшаң өзіңе бұйырсын, маған базарды көрсет деп айтты дейді ол кісі. Сауда саттық орындарын қай жерде? Аллаға деген тәуекелі нөлден бастады. Абдурахман ибн Ауф сол сауда саттап, кішкене ақша жинаған соң махрын төлеп үйленіп алды. Сол кезде үйленген Абдурахман Ауфтың тойын айтады, бір қоймен той өтті. Сол кезде үлкен той болды, сахабалар қатты қуанған сол кезде. Абдурахман ибн Ауф пайғамбар алейхиссаламның дұғасын алып, Абдурахман ибн Ауф күннен күнге байып кетті. Күннен күнге байып кетті. Сол байлығының арқасында 3 мәрте дүниесін шашып жіберген адам сол тарихта. 3 мәрте бүткіл дүниесін шашып жібереді, садақа қылып. Қайттан оған дүние жиналады, қайттан шашып бәрін тазалап нөлге түсіреді. 3 мәрте осындай болған. Оның түсірудегі себебі мынандай болған еді. Мединеде бірде Айша анамыз риуаят етеді, ол риуаятта. Медине қаласы сіркіреп кетті дейді. Үбір-дүбір дауыстар естіліп, не болып жатыр деп адамдар жіберсе, Абдурахман ибн Ауфтың керуендері келе жатыр дейді. КамАЗдар деп айтайықшы қазіргі күнде. Жүк үлкен КамАЗдар кіріп келе жатыр. Енді сонда үлкен көп болған соншалықты қаланың дүр сілкіндіріп жіберді. Өте көп керуен келді. Бұл кімдікі десе Абдурахман Ауфтікі. Айша анам деді, Абдурахманға сәлем айтыңдар. Пайғамбар алейхиссалам былай деп айтқан еді, Абдурахман ибн Ауф бауырым, сол дүниесінің артында не ең соңында кіреді екен жәннатқа. Мына сираттан өткен кезде денелері еңбектеп, әйтеуір ақырын зорға кіреді екен деп айтқан сәлемі бар, оған ескертіңдер деп айтады. Бұны естіген Абдурахман ибн Ауф өзі көзінен жас алып, Алла, егер мені сиратта осы дүнием мен тоқтататын болса, маған бұндай дүние керек емес деп бәрін садақа жіберді дейді. Қайтадан дүние жиналады, қайтадан садақа, қайтадан жиналады. 3 мәрте осындай тарихта Абдурахман Ауф ондай өнеге жасап кетті дейді. Онымен Абдурахман Ауф өзгемен бөлісу арқылы ешкімнен кем болған жоқ, бәлкім сол Алланың берген нығметі оған барған сайын күшейе берді, көбейе берді дейді. Міне Құранда да, хадисте де, сахабалар өмірде де осындай көп деген өнегелі өмірлер бар. Айта беретін болса өте көп.